Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын дәмі ерекше ташкентский палауды үйрететін боламын. Күріштері бір-біріне жабыспай дана-дана болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Ең алдымен етімізді осылай бөлшектерге бөліп, турап аламыз. Еттің кішкене майын ажыратып алып, майын бөлек ұсақтап турап аламыз. Осылай етіміздің бәрін турап алдық. Енді сарымсақты осылай ірі-ірі етіп турап аламыз. Сарымсақты турап болдық. Енді сәбізімізді де ұзын-ұзын етіп, осылай бөліктерге бөліп турап аламыз. Сәбізіміздің бәрін турап алдық. Енді қызып тұрған қазанға еттен ажыратып алған майымызды осылай қуырып аламыз. Сосын өсімдік майын құйып, етіміз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қып-қызыл түске ену керек. Міне етіміз қызарды. Енді сарымсақты салып, сарымсақты да қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінекей сарымсағымыз қызарды. Енді сәбізімізді салып, жұмсақ болғанша сәбізді де қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алдық. Енді тұзымызды салып араластырамыз. Міне сәбізіміз жұмсақ болды. Енді зіре саламыз. Араластырып су құйып, ақырын отта жарты сағат қайнататын боламыз. Осылай ақырын қайнап тұру керек. Міне қайнап, етіміз де сәбізіміз де жақсы пісті. Енді жақсылап жуылған күрішімізді салатын боламыз. Күрішіміз міндетті түрде жақсылап жуылған болу керек. Кем дегенде 4-5 рет жуу қажет. Менде күріштің аты лазер. Осы күрішпен палау жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Күріштеріңіз бір-біріне жабыспай. Осылай күріштің бәрін салып алдық. Енді осылай күрішті суға бұқтыратын боламыз. Міндетті түрде күріштің бетіне су шығып тұру керек. Осылай жақсылап күріштің бетін басып шығамыз. Сол кезде күріштің суы бетіне шығатын болады. Міне осылай күріштің бетіне су шығып тұру керек. Енді күрішті жақсылап пісіріп аламыз. Жоғарғы отта. Міне күрішіміз осылай болып шығады. Осылай су тартылады. Содан соң жақсылап араластырып, күрішіміздің бәрін бір жерге осылай домалақ етіп жинайтын боламыз.
Осылай доп-домалақ етіп жинап аламыз. Содан соң қасықпен осылай тесіп шығамыз. Бәрін осылай тесіп шығамыз. Күрішті кішкене жеп көреміз. Егер де шикі болса, азырақ су құйып жібереміз. Осылай ортасына азырақ су құямыз. Содан соң жанында шығып тұрған суларды осылай астына жібереміз. Содан соң осылай күріштің бетін пленкамен жауып, шамамен 15 минуттай ақырын отта пісіріп аламыз. Міне күрішіміз пісті. Ең алдымен бетін кішкене жеп көреміз. Егер піскен болса, осылай күрішімізді жақсылап араластыратын боламыз. Күрішімізді жақсылап араластыру керек, себебі күріштің астындағы майлары бәрі жақсылап араласатын болады. Осылай күрішті араластырып, тәрелкелерге салатын боламыз. Міне тәрелкеге салып алдық. Енді бетін осылай қайнаған жұмыртқамен, сарымсақпен сәндеп тарту етсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.